Біз сіздерге бүкіл өмірі өз дәуірінің қиындықтарымен күреске толы болған адам жайлы айтып береміз. Ол барлық қиындықтарға төтеп беріп, бойындағы адами қасиеттерін сақтай білген, тек жеке басын ғана емес, тіпті құм басқан уақыт арасынан бір кездер ұмыт болған, атаңызға айналған, тұтас бір қаланы құтқарған жан. Сіздер Гомердің әйгілі Илиадасына тең келетін, ұлы Троя мен атақ даңқы бірдей, және грек Троян соғысына ұқсас қайғылы тағдырға душар болған қала тарихымен танысасыздар. Генри Шлейман ашқан ұлы жаңалықтан кейін жүздеген жылдар өте біздің кейіпкеріміз қазақ жерінен өзінің Троясын табады. Бұл оқиға өзінің терең тамыры мен сонау қараханиттер дәуіріне, ұлы жібек жолындағы ұлы қалалар уақытына, тоқтаусыз қақтығыстар кезеңіне, дала хандықтарының құрылуы мен күйреулері заманына кетеді.